Достар, бүгін сіздермен атыңызда үй бар жоқтығы туралы справканы қалай алуға болатындығы туралы ақпаратты қарастыратын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдағы уақытта өте пайдалы видеолар көптеп болады. Ең алдымен осы egov.kz порталына кіретін боламыз. Өздеріңіздің әцп-ларыңызды және әцп-ның паролін жазып порталға кіріңіздер. Порталға кіргеннен кейін осы басты беттегі недвижимость бөлімін басатын боламыз. Және осы бөлімдегі покупка, продажа, аренда бөліміне кіресіздер. Және мына жерде показать все деген батырманы басасыздар. Сіздерде справка форма 6 деп тұрады. О наличии недвижимости, яғни сізде үй бар жоқтығы туралы справка форма 6. Осыны басасыздар. Одан кейін заказать услугу онлайн батырмасын басуларыңыз қажет болады. Енді получить услугу. Сіздер өздеріңізге алып жатырсаңыздар, на себя дейсіз. 18 жасқа дейінгі балаларыңызға алып жатсаңыз, на ребенка дейсіздер. Және де 18 жасқа толмаған жұмысқа жарамсыз балалардың жаңағыдай законный представитель, яғни опекуны болатын болсаңыз, осылай осы үшінші түрін таңдап алатын боласыздар. Қазір біз өзімізге алайын деп жатырмыз, сондықтан на себя деймін. Выберите область. Сіздер өздеріңіздің жаңағы өздеріңіздің жерлеріңізді жазатын боласыздар. Мен Мангистауская область деймін. Және подписать и получить справку деген батырманы басатын боламын. Одан кейін мына жерде сіздерге әцп ключпен подписать ету керек болады. Яғни әцп-ны қолдана отырып подпись қоюды таңдаймын. Мына жерде біз носитель информации дейміз. Және де әцп ключімізді таңдаймыз. әцп ключіңіздің паролін жазасыздар мына жерде. Және подписать етесіздер. Мінекей, уже бірденнен жалпы бірденен шығуы мүмкін. Болмаса 20 минутқа дейін уақыт күтулеріңіз мүмкін. Астына қарай төсеміз. Бізге орыс және қазақ тілінде справканы шығарып берді. И мына жерде ашып қарасаңыздар болады. Мінекей. Справка об отсутствии недвижимого имущества. Үйдің бар жоқтығы туралы справка. Сіздің данныйларыңыз тұр. Сіздерде осылай мен сияқты өздеріңізге және балаларыңызға оп-оңай справканы осылай справкаға заявка жіберіп алсаңыздар болады. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын.